Онда құрметті әріптестер, барлықтарыңызды көргеніме қуаныштымын. Қош келдіңіздер. Кешеден бері басталған Әл-Фараби мұрасы атты халықаралық онлайн конференциямыздың екінші секциясын бастауға рұқсат беріңіздер. Екінші секциямыз өздеріңізге мәлім болғандай, Әл-Мәдина Әл-Фадиладан қазіргі заманғы Smart City жобасына дейін деп аталады, яғни кемел қоғамның қазіргі заманғы түсіндірмесі деп. Бүгінгі конференциямызға отандық философияның көрнекті өкілдері, сонымен қатар шетелдік әріптестеріміз қатысып отыр. Бүгінгі біздің сессиямызда 10-нан астам баяндама жоспарланған. Оның ішінде малайзиялық қонағымыз Мұхтар Руслан Мұхтнордың баяндамасы бар. Әзербайжандық профессор әріптесіміз Керим Аюп Себжимоғлының профессоры бар. Сонымен қатар осы конференциямызға кешегіден бергі пленарлық мәжілістен бері қатысқан Өзбекстаннан, басқа да елдерден әріптестеріміз қатысып отыр. Баршаңызға қош келдім деп айтқымыз келеді. Шын мәнінде бұл конференция біздің Фараби мұрасы арқылы бір жақындастырып, бір-бірімізді байланыстыруға, таныстыруға үлкен мүмкіндік беріп отыр. Үлкен осы кезге дейін де жақсы, тамаша, тұшқынды баяндамалар кешелі бері жасалып жатыр. Үлкен мәселелер қозғалды. Соның ішінде Әл-Фарабидің әлемдік өркениеттегі, адамзат жүрегіндегі алатын орны, сонымен қатар қазақ руханиятындағы орны жаңаша бір зерделенді деп айтуға болады. Осыдан 50 жыл бұрында Фараби мерейтойы бүкіл әлемде, соның ішінде Қазақстанда да атап өтілген болатын, үлкен жұмыс сындырылды. Осы бір жарты ғасырдың ішінде сол жұмысты бұған дейін де әріптестерім айтқандай бір жаңа бір белеске көтерілген, жаңа бір кезеңге көтерілгенін көріп отырмыз. Шын мәнінде өзге тілге байланбаған Фараби және оның замандастарының мұрасын өз тілімізде сөйлетудің жаңа кезеңі басталғанын көріп отырмыз. Бұл үлкен өзгеріс. Оның бастапқы негіздері оған дейін де осыдан 50 жыл бұрын өткен ғасырдың 60-70 жылдары Ақжан Машинеев бастаған топ қалыптастырған болатын. Міне бүгін кешелі бері біздің аудармашыларымыздың, жаңа аудармашылар тобының буынның, оған дейінгі аударып жүрген азаматтарымыздың жаңа істер қолға алған естігеннен кейін бұл іске риза болып отырмыз. Сонымен қатар өзге де елдердің ғалымдарының, әріптестеріміздің жасап жатқан жұмыстарын да көріп отырмыз. Байланысымызды одан әрі бері кетіп жалғастыра беретінімізге кәміл сенемін. Олай болса, сонымен қатар мен өзімді таныстырып өтейін. Ранбек Әсет Абайұлы. Мына бағдарламадан да көріп отырған боларсыздар. Осы конференцияны мен өзімнің әріптесім, жас ғалым қызметкері Сәмет Байжұма екеуміз бірігіп жүргізетін боламыз. Сәмет. Рахмет. Барша конференция қатысушылар, осы конференцияға арнайы уақыттарыңызды бөліп, елдегі бүкіл дүние жүзіндегі пандемиялық жағдайға қарамай, арамызды жақындатып, ғылым мен техниканың, технологияның дамыған заманында. Осы конференцияға қатысып отқандарыңызға рахмет. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Олай болса, алғашқы сөзімізді осы жерде үлкен ақсақалымыз, қазақстандық философияның патриархтарының бірі Марат Шамратұлы Хасанов ағамыз отыр, философия ғылымдарының доктор, профессор. Өзге әріптестеріміз қарсы болмаса, осы ағамыз осы секцияның жұмысында өзінің баяндамасын бірінші болып жасаса. Әл-Фарабидің таным теориясына қосқан үлес деп аталады. Марат Шамратұлы, сөз сізде. Жақсы. Здравствуйте, коллеги. Хочу поделиться с вами своим видением учения о познании мира у Аль-Фараби.
Прикасаясь к наследию Аль-Фараби, сверяя свои знания с его достижениями, мы убеждаемся, что нет ни одной общественной области, общественной жизни, которая бы не стала сферой его интересов. Его искания, научные, космологические, религиозные, социальные, отличает одна особенность. Фараби любое исследование проводит с учетом всех сторон общественной жизни, соотносит с объективными законами социума и мироздания. Такой подход по силам лишь гения. Какую бы сторону его наследия мы ни рассматривали, Фараби предстает перед нами прежде всего как систематизатор античной и средневековой арабоязычной философии, которая в его понимании излагается как философия сущего, с одной стороны, как философия уподобления Богу, как теозис с другой. Такой подход можно было бы определить и как метафизику всеединства. Итак, одной из структурных составляющих фарабиеведения метафизика стала идеей логики всеединства, которая, как и любая метафизическая концепция, включает в себя ряд составляющих: чувственные, интуитивные и рациональное начало, интерпретацию предшествующих учений текстов. В отличие от Аристотеля, Фараби берется за рассмотрение не только логических законов, методов и форм, но и разрабатывает законы языкознания, анализирует возникновение объективной реальности и знания о ней, различные виды знания, включая интуицию, воображение, мистическое прозрение и прочие не вполне научные способы познания. Он обосновал логико-методологический фундамент учения познания, который оставался актуальным на Западе и Востоке вплоть до появления теории познания нового времени. А для нас он остается эталоном исследовательского профессионализма. К примеру, Фараби свободно использует 3 вида комментариев, принятых в среде восточных мыслителей. Это так называемый большой комментарий, который предполагает цитирование первоисточников и объяснение этих суждений. Средний комментарий, когда переводятся и приводятся первые фразы каждого из рассматриваемых параграфов анализируемого сочинения, а остальные лишь объясняются. И малый комментарий, по сути дела, это парафраз, прямая речь исследовательно, вольно обращающегося с текстом по своему усмотрению ради достижения поставленной цели. Говоря современным языком, Фараби заложил основы, теоретические и методологические основы герменевтики. На наш взгляд, знакомство с учением познания Фараби можно было бы начать с его утверждения, что, познавая вещь, мы познаем ее акциденцию, ее субстанцию, то есть сущность, ее причину. Но субстанцию воспринимает только разум, а посредствующим звеном между ними и служит акциденция. Свободно владеет диалектико-логическими методами познания и в первую очередь диалектико-логическим основанием сути любой проблемы, Фараби убежден, что главным инструментом познания остается умозрение. Думаю, что под умозрением Фараби подразумевает комплексное понятие, включающее с одной стороны интуицию, которая ничего не создает, лишь отражает объективную реальность. На Востоке этот вид познания было принято называть третьим глазом, фиксирующим, но не преобразующим. А с другой стороны, логику и как рациональный инструмент познания интеллект, как совокупность накопленных человечеством данных и воображение, свободность, способность творить и создавать свой отчеловеченный мир. В рамках своей теории познания Фараби решает еще одну проблему средневековой философии – проблему двойственности истины, религиозной и философской. В книге о разуме и ряде других трактатов он возвеличивает человеческий разум до мирового уровня и находит в нем отблеск божественного разума. Он рисует космологическую схему формирования познавательной деятельности человека. И это была своего рода интеллектуальная революция в средневековой философии. Философия требует отвлеченного объединения теоретизирования с политической деятельностью и высоким нравственным уровнем. Она источник гражданских и интеллектуальных добродетелей. Согласитесь, в наше время такой подход к деятельности ученого и политика более чем актуален. Мысль Фараби поразительно универсальна. О чем бы он ни рассуждал,
Он видел мир целостным и многогранным и стремился донести до нас такое мировосприятие, при котором человек для постижения истины и достижения общего блага человек, познающий, творящий, должен обладать четкой социальной позицией и нравственными ориентирами. И это то, чего нам еще предстоит достигнуть. Учение познания неотделимо от учения о разуме, которое трансформирует целую алогию. Оно облекает в него космологическое измерение, космическую глубину. И это то, чего нам недостает современным философам. Благодарю за внимание. Көп рахмет, Марат Шамратұлы. Толық танысуларыңызға болады. Онда келесі ары қарай сол модератор әріптесім Самет ары қарай сөз беруді жалғастырсақ. Бұл үлкен мерейтойымыз, бұл халықаралық деңгейде өтіп жатқандықтан да біздің шетелден де қатысып отқан қонақтарымыз бар. Good evening, our dear participants of our international online conference dedicated to the 1150th anniversary of Abu Nasr al-Farabi, heritage of al-Farabi. And next, our from Malaysia, Professor Moht Roslan Moht from Malaysia University. Please. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, first of all, I would like to thank the Al-Farabi Center, Al-Farabi Kazakhs National University, for giving me the chance this afternoon to talk in this conference. My topic for this afternoon is remembering Nakbah Day and creating an ideal state in the Middle East. In this occasion, I will talk briefly about the Nakbah Day, which is one of the issues in the Middle East in the modern time. Everyone probably aware that the establishment of the State of Israel was pronounced on 14th of May 1948. Which was yesterday. They were celebrating 72 years of the existing of the State of Israel. From that point of time, the existence of the State of Israel has caused unrest in the Middle East until today. The establishment of the State of Israel has received a tremendous support, most obviously since 1917. Why I said this from 1917? Because this is according to the document known as the Balfour Declaration, which was dated on 2nd November 1917. In this document, it is clearly mentioned that, I quote, His Majesty's government view with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this project, end quote. This can be regarded as the biggest boost for the Jewish people in the history, that they received huge support from the world superpower during that time. Since that, the Jewish community who work under World Zionist Organization has not stopped working towards achieving its goal. The World Zionist Organization has been established in 1897, working towards creating a state for the Jewish people, who many of them were in diaspora in Eastern as well as Western Europe. The first leader of World Zionist Organization, which is Theodor Herzl, worked
tirelessly to lobby many strategic organizations to support their main objective. To make it short, one week, the Arab community, especially the Palestinians, have no choice but to resist. The Arab countries, including Egypt, Syria, Jordan, Iraq, and Saudi Arabia, was involved to defend Palestine territory from being taken and occupied by the Israel. The effort didn't succeed in many occasions, such as the one that was known as the Six-Day War in 1967. Now the world superpower has recognized Jerusalem to be the eternal capital city of Israel since the move of US Embassy from Tel Aviv to Jerusalem in May 2018. This has further caused continuous conflict in the region, which has started, as Obama once said, that more than a century ago. For Palestinians, this is a Nakba, a tragedy for those who own the land and suddenly saw their land was confiscated and occupied. Creating an ideal state in the Middle East is not that easy without recognizing this issue and without resolving it. The Palestinians will keep struggle to reclaim their land, while the Israel will keep saying that their existence is legitimate. So tackling this issue is crucial in order to have an ideal state in the Middle East region, which rich with natural resources of oil and gas. Taking into consideration of Al-Farabi's idea on the ideal state, Madinah al-Fadila, the stability of region must be at the top priority of the world. The ideal state must have a good relation between leaders and people in accordance to the teaching and principles stated in the Quran. People should work together with the government to create stability within the ideal state's concept. In this regard, we could understand that Al-Farabi's idea is centered on the relation between man and God, yani hablu min Allah, and between man and man, which is hablu minan nas. Or rather, we could say that between human and God, because when we say man, the woman will feel they are being marginalized. No, we are not taking on the issue of marginalization. So if that kind of things happen, then we would rather use the word human rather than man or woman. Between human and God and human, hablu minan nas. Without the stability of the region, in specific on the issue of Arab Israel, the ideal state would not be achieved. It will remain nice on theory and on paper. However, for the implementation, it could reach to nowhere. Another keyword is justice. It should be taken seriously, especially for those who are in power. In Islam, justice, adalah, as also stressed by Al-Farabi, is a key concept and attribute which all leaders should hold into it and implement in their policy. So that's why the justice leader, Al-Imam al-Adil, in Islam, we have the concept Al-Imam al-Adil, the justice leader, will be rewarded with paradise. They will be given Jannah for them. For me, because it is part of the struggle to make sure it is implemented rightly. Justice cannot be done without struggle, without jihad. So part of the jihad is making sure that you implement justice to the society. By taking justice very seriously, one could argue that the problem in the Middle East can be resolved by recognizing as well the right of the Palestinian people. Hence, I would like to conclude this afternoon by quoting Karen Armstrong, who says that there will be no peace and stability without justice. Thank you very much for your attention. Thank you very much for giving me the chance to participate in this conference. Again, I give it to
the chairperson of the conference. Thank you. Thank you very much. Professor. Құрметті әріптестер, онда конференциямызды ары қарай жалғастырайық. Баяндамашылардың қатарында Астанадан әріптесіміз, осы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде 1993 жылы көрнекті фараби танушы Ағын Қайроллаұлы Қасымжан құрған кезде сол кісімен бірге жұмыс істеген, шәкірті болған үлкен ғалым әріптесіміз отыр. Қабылова Айна Сағатбекқызы. Тақырыбы да бүгінгі біздің секцияның тақырыбымен үндес. Әл-Фарабидің қайырымды қаласы Әл-Мадина Әл-Фадила мен заманауи ақылды қала Smart City тұрғындарының ұғымдағы бақыт концепциясы дейді. Айна Сағатбекқызы, естіп отырсыз ба? Сөз кезегін сізге береміз. Қош келдіңіз. Рахмет, Әсет мырза. Қайырлы күн, конференция қатысушылар. Сіздермен көріскеніме өте қуаныштымын. Сіздерге бүгін қайырымды Әл-Фарабидің қайырымды қаласы мен ақылды қала тұрғындардың ұғымындағы бақыт концепциясы тұжырымдамасы ұсынылып отыр. Жалпы мен кіріспе ретінде айтып кететін болсам, бұл менің жоба аясында, өзімнің проектім аясында біз үлкен бір зерттеулер жүргізіп жатырмыз. Сол рухани жаңғыру бағдарламасы аясында мәңгілік ел идеологиясы деген бір монография дайындап жатырмыз. Біраз ғалымдар осы тақырып Smart City мен Әл-Мадина Әл-Фадила арасындағы байланыс, бақыт проблемасы, тұрғындар мәселесі, кемел адам проблемасы, осындай көптеген проблемалар қамтылатын үлкен бір жоба дайындалып жатыр. Мен мына конференцияға 2-3 бетті қысқа ғана өзімді ұсынып отырмын. Егер қызығушылық танытатын жастар болса, мен бұл мәселені өзімнің жеке сайтыма выкладывать етемін. Мүмкін жылдың соңына шейін монографияны да жүктеуіміз мүмкін. Айна Сағатбекқызы, конференцияның барлық материалдары Әл-Фараби орталығының веб-сайты бар. Сол жерде де біз жариялаймыз. Сол жерге берсеңіз, бізге де жақсы болар еді. Жарайды, жақсы. Рахмет сізге. Абу Наср Әл-Фараби қайырымды қала тұрғындарын бақытқа жеткізудің пайымдық типін анықтауға қадам жасады. Дәстүрлердің үйлесімді тоғысуы мен адамның адамгершілік еркіндікке қол жеткізуінің үлгісі қалыптасатын ортаны армандады. Ал заманауи ақылды қала тұрғындарының талаптары өмірдің оң сапасына қол жеткізу. Оған қоса интуиция, жүрек, сезімталдық, иммунитет категорияларын айқындау. Қазіргі ақылды қала жобасының идеясы бұдан 1000 жылдай бұрын айтылған қайырымды қаладан бастау алады. Әл-Фарабидің қайырымды қаласының мақсаты мен мұраты біздің еліміздегі мәселелермен төркіндес. Уақыт айырмашылығына қарамастан қала тұрғындары қоғаммен тұтастықта күй кешіп, бақытты болудың теоретикалық және тәжірибелік мәнін түсінумен айналысады. Бақыттың Әл-Фараби дәуірі мен әдеттегі заманауи мағынасы арасында айтарлықтай айырмашылық бар. Қазіргі уақыттағы бақыт концепциясы субъективті қанағаттану аясында анықталады. Өнегелі өмірдің мақсаты бақыт. Фараби айтқандай пайым кемелділігіне жету дегеніміз бақытты болу. Әр адам тек жақсы істер жасау арқылы бақытқа қол жеткізе алады. Бүгінгі кемелдікке жетуде заманауи қала тұрғындары үйрену мен дамытуды, ақпаратты жинау мен талдауға қабілетті ақыл-ойды иеленіп отыр. Smart City бүгінгі шындық. Британдық стандарттар институтының анықтамасы бойынша Smart City бұл азаматтардың тұрақты гүлденген және жан-жақты болашағын қамтамасыз ету үшін жасанды түрде құрылған физикалық, цифрлық және адами жүйелердің тиімді интеграциясы. Қазіргі Smart City тұжырымдамасы ақылды орта мен ақылды бақылауды құруға арналған көптеген компоненттерді ақылды жарықтандырудан бастап ақылды аялдамаларға дейінгі ұғымды қамтиды. Мен өзім қазір Хайвилл деген ақылды үйдің тұрғынымын. Қолымды шапалақтасам жарық болады, немесе компьютерлер қосылады. Пультпен есік ашсам, лифтті күтіп тұрады. Қызметінің арқасында қол жететін кемелдіктердің бір-бірінен қаншалықты басым болуына байланысты болады деп көрсетеді Әл-Фараби.
Орта ғасырдағы ақылды қала мысалында Бағдат қаласын қарастыруға болады. Бағдат Европада Константинополь мен батыстағы испандық Кордовамен қатар тұратын бейбітші қаласы деп танылды. Орта ғасырлық мәдениеттің ірі орталығы болды. Даналық идея осында болды. Бағдат араб әлемінің мәдени астанасы деген ресми атаққа ие болды. Сол заманда қоғамның әртүрлі әлеуметтік топтардың тіршілік салты мен мінез құлқын жете талдай отырып, Бағдат тұрғындарының жоғары кемелдену сатысына ұмтылғанын байқауға болады. Ақылды адамдар барлық уақытта бар. Олар кез келген мәселені тез шешеді, маңызды мәселелерді жеңіп шығады. Заманауи ақылды адам Әл-Фарабидің кемел адам ұғымына жақын болуы мүмкін. Қазақстандық ғалым Ғарифолла есім жақсы адам деген ұғымды енгізіп жүр қазір. Бақыт мәселесі ұзақ уақыт зерттелгеніне қарамастан әр жолы оны білудің жаңа перспективалары пайда болды. Бұл тақырып әрқашан өзекті және жаңа болып қала береді. Американдық психолог Абрахам Маслоу адам бақытты болу үшін алдымен барлық қажеттіліктерді қанағаттандыру керек дейді. Ол тамақ, су, баспана, жыныстық қатынас, ұйқы, физикалық тәуелсіздік, қауіпсіздік сияқты басқа мәселе. Биологиялық қажеттіліктер қанағаттанарлық деңгейде болса, адамның өмір сүруі жеңілдейді. Жетістікті адам сабырлы, сенімді, талантты, депрессия мен күйзелістерге бейім емес, өзін рухани сау сезінеді және үйлесімді келбетке ие. Әл-Фараби бақыт пен қайырымдылық төңірегінде көптеген мәселелерді көтерді. Соның бірі Абу Насырдың қайырымды не қайырымсыз мемлекет болатындығы туралы пікірі. Мақсат өмірде бақытқа келетін кемелдікке жету. Әл-Фарабидің пікірінше адамдар өздерінің сенімдері мен қажеттіліктеріне сәйкес топтасу арқылы саналы шешім қабылдайды. Оқшауланған адам барлық кемелдіктерге өздігінен қол жеткізе алмайды. Ойшылдың бұл пікірі қазіргі таңдағы әлеуметтік жіктелуден шыға білуді үйрететін аса маңызды пікір. Шынайы әлем сөз соңында айтарым, шынайы әлем мән-мәтінінде ертеңгі күннің қажеттіліктеріне сәйкес келетін ақылды қалаларды құру үшін қиыншылықтарға қалай жақсы бейімделуге және қала менеджментін оңтайландыруға болатын алдын ала анықтау керек. Бұл жаңашыл қала тұрғындарының бақытты болуының аздаған бөлігі ғана. Осы негізде Фарабидің бақытты іздеуі біздің бақытты іздеуімізге септігін тигізеді. Бақытты мақсат етіп қою үшін микрофондарыңызды өшірсеңіздер екен. Бақытты мақсат етіп қою үшін күшті белгілер мен себептер керек. Байлық пен мансап барлық кезде бақытқа түрткі бола алмайды. Бақыт пен бақытты болу ұғымдарын шатыстыруға болмайды. Бақытты болу дегеніміз таза психологиялық жан күйіміз. Ал бақытты өмірді меңзейтін дерексіз абстрактылы ұғым. Біз өзімізге не керек екенін анықтай алсақ, бақыт ұғымын түсінуімізде жеңілдей түспек. Дем ғой тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Көп рахмет Айна Сағатбекқызы. Баяндамаңызды күтеміз сіздің. Басқа да әріптестеріміз сол кезде орталықтың веб-сайтынан таныса жатады деп ойлаймын. Көп рахмет, сізді көргенімізге қуаныштымыз. Разрешите представить следующее слово нашему коллегу из Азербайджана, Керимов Аюб Севдимоглу. Аюб Севдимоглу, вы здесь находитесь? Аюб Севдимоглу. Azerbaycandық әріптесіміз Аюб Севдимоглу Абу Насыр Әл-Фарабидің идеалды мемлекет туралы теориясы деген тақырыпта баяндама жасау керек болған, қосылмаған сияқты конференцияға. Олай болса, ары қарай тағы жалғастырайық. Әріптесіміз Гүлмира Серікбайқызы қатысып отыр ма екен? Гүлмира Серікбайқызы. Олай болса, рұқсат болса, тағы бір баяндамаға сөз кезегін берсек. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті шығыстану факультеті қиыр шығыс және оңтүстік Азия кафедрасының меңгерушісі, көрнекті фарабитанушы Ағын Қасымжановтың шәкірті, тағы бір саяси ғылымдарының кандидаты, доцент
кафедра меңгерушісі Пірімбек Мұхамбетұлы Сүлейменов отыр. Әл-Фарабидің бақыт идеясының әлеуметтік мәдени негіздері деген тақырыпта баяндама ұсынған екен. Пірімбек Мұхамбетұлы, естіп отырсаңыз, сөз кезегі өзіңізде. Сәлеметсіздер ме, зиялы қауым, сәлеметсіздер ме, халықаралық онлайн конференцияға қатысушылар, қонақтар, әріптестер. Мына бүгін сіздерді Әл-Фараби бабамыздың 1150 жылдық мерейтойымен өз атымнан және ұжымымыздың атынан шын жүректен құттықтаймын барлық қатысушыларға. Жаңа бұл алғанымыз әрине бұл Әл-Фараби бабамыздың қалам тербетпеген ғылым саласы баршамызға аян. Тарихи тұлғаларымыздың тарихи құндылықтарын зерделеу, насихаттау, өскелең ұрпақ үшін парыз. Шығыстың ұлы ойшылы Фараби, әлемнің шығыстан ұлы Фараби рухани мұрасы әлемді ғылым мен өркениеттің дамуына өлшеусіз үлес қосқаны анық. Ғалымның айтқаны әрбір ойы немесе келтірген пікірлері талданған сараптаулар қазіргі қоғамда қордаланған кейбір мәселелерге дәл тиіп жатады. Уақыт тозса да Әл-Фараби мұрасы ортайған емес, қайта жылдар санап толасып келеді. Өзінің еңбектерінде Абу Наср Әл-Фараби өз замандағы адамгершілік, бақыт, ізгілік, достық, фәлсафалық ойлар мен мемлекеттік құрылымдар туралы келелі пікірлерді ортаға салды. Шығыс араб мұсылман философиясының көрнекті өкілі Әл-Фараби мұрасы, көрнекті өкілі ойшыл Әл-Фараби мұрасындағы бақыт мәселелерінің маңыздылығы оның философиялық мәнімен қазіргі кездегі қоғам дамуымен ұштасып жатқандығы анық. Бақытқа жету Фараби философиясының алға қойған басты мақсаттарының бірі. Адам баласы өз тіршілігінде бақытты болуға тырысатыны, соған ұмтылатыны шындық. Бірақ әркім бақыт деген ұғымды әрқилы түсінеді. Біреулер бала шағалы өрім бұтағым болса дейді, біреулер білім қуып ғалым болсам дейді. Яғни әр адамның бақыт туралы түсінігі бір-біріне ұқсамайды. Бақытты болуға ұмтылу адамға жаратылыстан сіңген табиғи құбылыс. Философиялық анықтама бойынша бақыт адамның өмір қызығы мен қуанышына, рахатына қанағаттану дәрежесін танытатын этикалық мәдени ұғым болып табылады. Әл-Фараби бақытты әр адамның өміріндегі алға қойған басты мақсат ретінде түсінген. Оның дүниетанымы бойынша адам өзі дүниеге бақытқа жету үшін келеді. Адам шынайы бақыттың не екенін біліп, оның өзінің өмірлік мақсаты етіп соған ұмтылып отыру қажет дейді. Ұлы бабамыз бақыт жолын іздеу атты трактатында адам абсолютті бақыт туралы өз түсінігі ең дұрыс, ең ұлы немесе жетілген игілікке сенген. Игілік деп есептеп оған сенген. Бақыт көп мағыналы ұғым. Оның басты түсініктері бақ дәулет, қуаныш, рахат, жақсылыққа жету, даналық, өмірді алатын орнын табу, адам бақыт өмір сүру, қуанышты болу, дәулетке кенелу, рахатқа кенелу деген сияқты ұғымдарды айтады. Әл-Фарабидің бақыт жолын іздеу деген еңбегінде бақыт әр адам ұмтылатын мақсат, өйткені ол белгісіз бір жетілу болып табылады. Мұны түсіндіріп жату артық сөзді керек етпейді, өйткені бұл мейлінше белгілі нәрсе дейді. Адамның талпынатын қалаулы игілік ретінде, қалаулы игілік ретінде мақсаттардың саны көп болғандықтан бақыт солардың ішіндегі ең пайдалысы болып табылатындығы анық. Адам күрделі де қиын құбылыс. Оның күрделілігі мен қиындығының өзі, сонда оның жұмбағы көп, қалауы мен мақсаты шексіз. Сол қалаулы игіліктердің ішіндегі көп мақсаттардың бірі ол бақыт дейді. Әл-Фараби игіліктердің ішінде бақыттың орнын жоғары бағалай отырып, соған жетуді қалайтын адамнан оның игерудегі әдісі мен амалын табуын талап етуі керектігіне де мән береді. Ол адам бақытқа жету үшін кез келген нәрсені ойлап, соған жету барысында саналылық пен әрекет жасаса ғана бүкіл өмірді нені қалай жасау қажеттігін және қалай ажырату керектігін біліп отыратын ақыл парасатты болса ғана бақытқа жетеді дейді. Адам бойындағы жақсы қасиеттер мен жаман қасиеттер қатар жүреді. Оның бойындағы қабілеттілік... Дауысыңыз естілмей қалды, Пірімбек Мұхамбетқалиұлы. Алло, естіліп тұр ма? Естілді. Естілді ма? Адам бойында жақсы қасиеттер мен жаман қасиеттер қатар жүреді дейді. Оның бойындағы қабілеттілігін оңбаған әрекеттер, тамаша әрекеттерге бірдей қолдануға болады дей отырып, адам сүйгіштік, адалдық, әділдік, шыншылдық қасиеттерге құрметпен қарау арқылы оның бойындағы қабілеттілігін тамаша әрекеттер жасауға икемдеу керектігін айтады. Әл-Фараби адамға ең бірінші білім емес тәрбие беру керек.
Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы. Ол келешекте оның өміріне опат әкеледі деген қанатты сөзін айтады. Адам бойындағы жаратылысынан болатын игі жақсы қасиеттерін белгілі бір адам амалдармен тәрбиелесе, оның дамытса, оған дұрыс бағыт берілмесе жойылып кететіндігін, оның тәрбиеленушінің бойындағы абзал қасиеттерін танып білу арқылы тәрбиелегенде ғана дұрыс нәтиже береді дейді. Адамның жаратылысынан лайықты екенін ажыратып білу арқылы тәрбиелеу керектігін, оның белгілі бір іс-әрекетке бейімділігін, жетілген-жетілмегендігін ажырату арқылы өзі бейім тұратын іс-әрекетке ыңғайлап тәрбиелеу аса қажетті іс-әрекет екендігін нақтылайды. Өзін-өзі танып тәрбиелеген ұрпақ оған ізгілікке қадам баса алатын ұрпақ бола алады деп ой қорытындылайды. Әл-Фараби егер де адам бойында өз ойлаған немесе іс, сонымен қатар мемлекет басқару туралы да өз ойын қысқаша айтып өтеді. Сонымен қатар ол былай дейді: Әл-Фараби егер адам бойына өз ойлаған немесе іс-әрекетін өзгеге істете білетін қасиетті, яғни ілестіріп алып кететін ерекшелігі, я болмаса итермелеуші қасиеті болмаса, ол басшы бола алмайды. Яғни дұрыс басшылық жасау үшін әрбір басқарушы адамдарға басқарушылық қабілетін шебер ұштастыра білу керек деген құнды қазіргі уақытта өзекті мәселелі пікірлерді айтады. Тек басшы боламын деп кеуде соғып өз пайдасын ғана ойлап жүрген кейбір басшылардың халыққа пайда әкелмейтінін дәлелдейді. Әл-Фараби басшылыққа бағынатын адамдардың қайырымды, абзал және бақытты адамдар деп санайды. Әл-Фараби өзінің мемлекет қайраткерлерінің нақыл сөздері айтты еңбегінде қалаларды қалай басқару керек дей отырып, оған жауап береді. Ол басқарғанда ондағы тұрғындардың тұрмысының жақсаруына көмектесу, сөйтіп оларды бақыт жолына бағыттап отыру керектігін нақтылайды. Яғни өз өмірінің бақытын көру үшін өзгеге қызмет ету, өзгені бақытты ету үшін өз бойындағы күш-қуатыңды, ақыл-ойыңды жұмсау қажет деген қағиданы ұстанады. Әл-Фараби адамдар бірлестігі шынайы бақытқа жеткізілетін істерде өзара көмектесу мақсатын қойған қала қайырымды қала, ал адамдарды бақытқа жету мақсатымен бір-біріне көмектесіп отыратын қоғам қайырымды қоғам. Барлық қалаларды бақытқа жеткізу мақсатымен бір-біріне көмектесіп отыратын халық қайырымды халық. Егер халықтар бақытқа жету мақсатымен бір-біріне көмектесіп отырса, бүкіл ғалам қайырымды болмақ деген гуманистік ойын ұстанып, оның жүзеге асуын аңсап өмірден өтті. Осы бақыт тақырыбына орай 2016 жылы Біріккен Араб Әмірлігінде Мұхаммед Әл-Мақтумның бастамасымен лауазымды қызметтің жаңа бір түрі пайда болды. Ол бақыт министрлігі деп аталады. Ол министрліктің міндеті мемлекеттік бағдарламалар мен саяси шаралар арқылы қоғамды бақыттырақ ете түсу, сондай-ақ діни төзімділікті әмірлік қоғамындағы басты құндылық ретінде дамыту осы министрліктің құзыретін жатады. Бұл ерекше бастама да Әл-Фараби бабамыздың бақыт концепциясының тікелей ұштасатын идеяның заманауи жемісі дер едім. Әл-Фараби идеяларының негіздері айтылған ой-пікірлер осы күнгі өмір талабымен үндесіп жатқан даусыз. Адам бойындағы, оның ішінде басшы бойындағы бұл қасиеттердің қазіргі басшылардың да бойына қойылатын талаптар екені толассыз. Адал болып, айналасындағы адамдарға жылылық нұрын шашып, бөліп жармай қарамағындағыларды тең ұстайтын, өз жұмысын жақсы білетін білімді, адал басшылар қоғамға әлі де зәрур. Болашағымыздың жарқын, қоғамымыздың ізгілікті болу үшін шындық пен шыншыл адамдарды сүйетін адал қайырымды басшылар көп болса, елде қоғамда бақытты болмақ. Рахмет тыңдағандарыңызға. Көп рахмет Пірінбек Мұхаммедұлы мазмұнды баяндамаңызға. Құрметті әріптестер, мына жерде Әбдірашид Бәкірұлы ағамыз да өзінің репликасымен пікірлерін жазып жатыр. Аға, қош келдіңіз. Сізді көргеніңізге қуаныштымыз. Бұрыннан философ, публицист философ ретінде өз ойларыңызды жазып жүрсіз. Олар біз үшін құнды. Әсіресе Ақиқат журналында отандық философиясы туралы жазған ойларыңыз философиялық қауымдастықтың арасында да үлкен бір серпіліс тудырғанын біз білеміз. Біздің алдымызда қазір бір 3-4 баяндамамыз бар, әріптестеріміздің ұсынған. Одан кейін сол репликаға да, талқыға да сөз кезегін береміз деп ойлаймын. Сол кезде сіздің де сөздеріңізді тыңдауға әзірміз. Енді сөз кезегін тағы бір әріптесімізге берсек, осы жерде
философия ғылымдарының докторы, профессор Қасымжановтың шәкірті. Неге жиі айтып жатырмыз бұны? Бұл есімді, өйткені маңызды бір есім болғаннан кейін осы фарабитанудағы, отандық философия ғылымдағы қайта еске алып жатырмыз. Қазақстандық фарабитанудың тарихы терең. Оған 50 жылдан астам уақыт болды. Оңай уақыт емес. Сол кезде көп дүние жасалды. Оның басында осы Ақжан Машани, Ағын Қасымжанов сияқты тұлғалар тұр. Содан кейін осы алдында да сөзімізде бір жаңа бір кезеңі басталды деп кеттік. Мәселен, Ақжан Машани ең бастаған топ, оның қасындағы әріптестері алғаш рет араб тілінен қазақ тіліне Фарабидің еңбектерінің фрагменттерін аударуды бастаған болады. Сондай дүниелердің қайтадан біз бастау алатынына бір қазірде сенгіміз келіп отыр. Өйткені оған айғақ кешелі бері осы бағытта жасалып жатқан баяндамалар. Біз қазіргі кезде қазақ аударматануына, қазақтың философиялық аудармасына үлкен серпін беру керектігін түсініп отырмыз. Бұл бастама өте жақсы бастама, өз жалғасын тауып, отандық философияны бір жаңа бір деңгейге көтеретініне сенеміз. Зәмза Мұташқызы, философия ғылымдарының докторы, профессор, фарабитану мәселесімен бұрыннан айналысып келе жатқан ғалым, философиялық терминологиямен Фарабидің, Әл-Фарабидің тың зерттеулері бар. Бұл жолы ұсынған тақырыбы Әл-Фараби философиясындағы гендерлік тақырыпқа байланысты екен. Зәмза Мұташқызы, сөз кезегі өзіңізде. Дауыс қоссаңыз, микрофонды қоссаңыз. Естілмей жатыр. Микрофонды қосылды. Өшіріп тастадыңыз қайтадан. Қосылды ғой деймін. Қосылды. Құрметті әріптестер, шынымен де бір тамаша конференцияға қатысып отырмыз. Өзіміздің әріптестерімізді көріп өте қуанып отырмын. Бір демалыс өткен жоқ. Біздер жақында сондай бір үлкен дөңгелек стол өткіздік. Оны министрлік қолдап, Ассамблея народа Казахстана қолдап, сөйтіп аты «Идеалы великой степи. Наследие Абу Насра Фараби». И буквально неделю назад мы в нашем Алматинском технологическом университете провели большую конференцию, названную «Идеалы Великой Степи и наследие Абу Насра Аль-Фараби». Конечно, это имя дорого, я считаю, каждому человеку. И мне дорого оно вдвойне, потому что я сама в свое время, вот вчера очень хорошо сказал ваш проректор, что мы знаем тех, кто принимал участие первые. Мы были первой группой, которые работали в центре Аль-Фараби, Агына Хайрулловича Касымжанова. Это было то время, когда нашему университету дали имя Аль-Фараби. И вы знаете, и вот Агын Хайруллович всегда нас заражал энтузиазмом. И мы очень много работали. Я вот первая, которая мне сказала, ты должна задуматься над терминологией, почему Аль-Фараби употреблял это слово, а как ты это можешь понять? И это незабываемые времена, конечно. Очень большое направление дал, воспитал целую плеяду после себя Агын Хайруллович Касымжанов. И мне очень приятно, что я начинала с культуры философского мышления. Я вот узнала, что недавно наш центр стал международным. Я вас поздравляю. Действительно, та работа, которая центром, да, она действительно... Я вот просто видела программу и видела, сколько людей захотели участвовать в этой конференции. И вот в этот период, когда мы имеем такую возможность выходить в онлайн, приятно видеть очень много людей со всех стран, да, которые говорят об Аль-Фараби. И вот итогом той конференции, которую я провела совершенно недавно, было то, что молодежь, вот я что хочу сказать, я проводила просто круглый стол, но на этой конференции было около 100 человек, и студенты не уходили до последнего. И одной из главных задач было сказано о том, что мы должны, как наследие Аль-Фараби, привнести в нашу жизнь. И привнести ее не просто так, что мы эти трактаты будем повторять и анализировать с тех реалий, по прошлому будем опять-таки рассуждать. Мы должны, а как в современные реалии учение Аль-Фараби вместить?
как действительно, если мы говорим о духовной модернизации студентов, а как мы сможем на это повлиять, используя трактаты и учения Аль-Фараби. Если переходить лично к моему докладу, доклад мой называется «Гендерная тематика философии Аль-Фараби». Конечно, когда я защищал, я сейчас еще раз хочу сказать о том, что если покопаться в философских словарях, то до 96-го года, даже 96-го года словари, там понятие гендер не употреблялось. И буквально недавно я разговаривала со своим студентом, он мне сказал так: вот я где-то прочел, что гендер — это равенство полов, но я, говорит, с этим не согласен. Какое может быть гендер равенства полов? Это же различие полов. И я, когда с ним поговорила, я объяснила, как сейчас с позиции оценивается гендер, и что сейчас под гендером понимается система социополовых отношений, возникающих у мужчин и женщин в результате их общения между собой и с внешним фактором, и проявлениях в разных сферах жизни и общества. И вот я, читая в словарях, я поняла, почему мой студент так запутался. Потому что вот в одном месте говорится, что гендер — это итог социализации человека в обществе в соответствии с его половой принадлежностью. А вы сейчас понимаете, что это может вызвать различные споры. И с другой стороны, гендер понимается только как понятие, используемое в социальных науках для отображения социокультурного аспекта половой принадлежности человека. И если в одном месте мы говорим это равенство, в одном месте мы говорим различие, но давайте попытаемся понять, как в философии ставилась эта гендерная тематика. Если говорить об истории гендерной теории, то она берет, конечно же, свое начало с античности. И первые философы — это Платон, Аристотель, Сократ, формировали такую патриархальную философскую традицию, и она составила основу философского принципа фалогоцентризма. Суть его в чем заключалась? Мы говорим о бинарности. Заключалась в том, что это символическая ассоциация мужского с рациональным, активным, а женского с эмоциональным, пассивным. И если мы обратимся к культуре Средневековья, о которой я, конечно, буду более подробно рассказывать, то мы все знаем такое выражение философия, служанка теологии. И вот это истинное ее положение, конечно, мы видим в Средневековье. И средневековая теология, она прошла два пути. Это, известно всем философам, это патристика и схоластика. И вот эта культура Средневековья в лице Августина, который говорил о телесном и символическом значении женского, Фомы Аквинского, который говорил о дуализме феминного и маскулинного, она поддерживала символическую функцию античности, отождествляя женское с греховным, извращенной чувственностью. Таким образом, дальше формируется абсолютизм патриархатной монархической власти. Об этом более подробно вы можете посмотреть в работе Тухачевой Юлии Сергеевны «История философской интерпретации гендера». Если мы будем говорить дальше о Средневековье, то я хотела бы, конечно, коснуться Средневековья — это периода классической арабской философии и арабско-мусульманская философия. Это философия, собственно говоря, арабско-мусульманская философия как таковая возникла примерно через столетие после возникновения ислама, и за это время ислам превратился культурообразующую, государственно-образующую силу в арабском халифате и формирует общее мировоззрение данной культуры. И если мы будем говорить об исследователях, я хотела бы сегодня привести Смирнова, который говорил, что первым и основным источником арабо-мусульманской философии является Коран. Он сказал так: значение коранического текста для философии заключается в парадигматическом закреплении тезиса о едином первоначале множественного мира, стоящем к этой бесконечной множественности и этическом отношении, тем не менее, совершенно от нее отлично, и о человеке как носителе разума и этического начала, поставленном выше всех существ и наделенным властью распоряжаться мирозданием к своей пользе. Вторым основным источником арабо-мусульманской философии это было обширное античное наследие, которое интенсивно переводилось в первые века ислама, сирийского
или других языков. Ну, были в это время переведены основные сочинения Аристотеля, Платона, Плотина. Но что мне об этом говорить? Вы понимаете, что не зря было нашему Аль-Фараби дано название «Второй учитель», так как он являлся комментатором Аристотеля. И еще раз хочу акцентировать, что вот в этот период арабоязычной философии формируется 5 основных течений. Из школы это калам, арабоязычный перипатетизм, исмаилизм, ишракизм, суфизм. Если говорить об источниках, то не все эти источники влияли на арабо-мусульманскую философию в целом, и так как и на каждую школу. И я вот здесь хотела бы сказать о том, что если мы говорим о Коране, то я вот хочу тоже определение привести из Корана, когда Аллах провозглашает «Я Аллах, Господь миров». И в исламе более чем, если будем проводить сравнительный анализ с христианством, иудаизмом, выражен принцип предопределения. Едва ли не единственным, кто пытался преодолеть догму предопределения, были мутазилиты. Они считали человека творцом своих действий и настаивали на том, что без свободы его выбора не могло быть какой-либо ответственности. Исследование воздаяния Аллаху, оснований справедливости. Но если говорить о социальной, собственно, гендерной тематике, то мы можем сказать, что в арабо-мусульманской философии она была во многом ангажирована исламской догматикой. И если мы можем привести здесь Абу Ису Якуб ибн Исхак аль-Кинди, то его учеником, преемником является Аль-Фараби, этнический турок. И как его предшественников, он был энциклопедистом. И в слове о классификации наук он выделяет 3 науки: гражданскую науку, юриспруденцию, догматическое богословие. Если касаться, собственно, гендерной тематики, то я хотела бы, конечно, остановиться на трактатах о взглядах жителей добродетельного города и гражданской политики. И в этих трактатах, особенно в первом, изложенной метафизикой, космология, астрономия, биология, Аль-Фараби. В нем касается он и соотношения мужчины и женщины. Так, например, он идет перечисление его глав, и в одном из них он говорит о мужском поле и женском, какова способность действия каждого из них, как возникает от них ребенок, в чем их различие, в чем их общность, какова причина мужественности и женственности, почему ребенок может походить на своих родителей или может не походить на своих далеких предков. И Аль-Фараби, выделяя все части души, так, я перехожу к заключению, просто хочу вам привести еще... Рахмет көп, Земза Муташқызы, мазмұнды баяндамаңызға спасибо большое. У нас и подключаются и другие участники конференции из других городов, из других стран. У нас осталось 2-3 докладов, и после этого у нас будет время слушать вас. Нам хотелось слушать ваше мнение. Спасибо. Я думаю, что да, Рахмет көп. Я думаю, мой доклад полностью будет и на веб-сайте, и везде, где вы, конечно, можете с этим ознакомиться. Но я хочу просто в заключение сказать, что самым главным для Аль-Фараби, выводом, что он почти не касается гендерной тематики, и как само для него разумеется, что первая причина всего Аллах, а он тоже мужского рода. Спасибо за внимание. Көп рахмет. Земза Муташқызы. Басқа да әріптестеріміз қосылып жатыр. Қазір бізде 2-3 баяндама қалды. Содан кейін сіздерді тыңдауға әзірміз. Ой бөлісуге біздің уақытымыз жеткілікті. Сіздерді қош көрдік дейміз. Қазір сөз берместен бұрын ары қарай менің әріптестерім Омархан Жанболат пен Самет Байжуманың жалғастыратынын айтқым келеді, модератор ретінде. Одан бұрын қазір сөз кезегін философия ғылымдарының докторы, профессор, Мәнет Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университетінің мәдениеттану және дінтану кафедрасының меңгерушісі, белгілі фарабитанушы Айнұр Дүрбеленқызы Құрманалиеваға сөз бергім келеді. Айнұр Дүрбеленқызы, өз пікірлеріңізбен, ойларыңызбен осы біздің секциямызда да өзіңіз ресми түрде баяндамаңызды ұсынған бөліссеңіз, бізге де өте қызықты, жақсы болар еді. Естіп отырсыз ба? Айнұр Дүрбеленқызы. Ол кісі қазір ғана осы жерде болатын, осыдан кейінгі баяндамадан онда жалғастыра жатар. Қазір сөз кезегін тағы екі әріптесіміздің баяндамасы бірге ұсынып отырған. Соған берсек, Жапар Дархан Ақын Серіұлы. Осындай ма екен? Құдарова Жұлдызай Әбдірахманқызы. Ол кісілер де қосыла жатар онда. Айман Ізбасарқызы Сүгірбекова. Осындай ма екен? Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Онда сіз сөз кезегін өзіңізге берсек. Әл-Фараби ұлағаты электрондық оқу құралы деген баяндамаңызбен. Сөз кезегі өзіңізде. Жақсы. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, ғалымдар, профессорлар. Мен қалай десем болады, электронды оқу құралы бұл орта мектеп оқушыларына арналған. Бұл оқулықтың ерекшелігі неде? Электронды оқу құралы интернеттің көмегінсіз жұмыс жасайды, және оқушыларға көптеген көмегі бар деп ойлаймын. Өйткені шалғай ауданда интернет ұстамайтын ауылдық жерлерде Әл-Фарабидің шығармаларын, оның өлеңдерін, трактаттарын осы электронды оқу құралынан ашып көре алады. Соның үлгісін көрсетейін деп едім. Ибн Тархан Әл-Фараби ат-Түркі ұлы ғалым, энциклопедист, Аристотельден кейінгі екінші ұстаз атанғаны. Әл-Фарабидің толық аты жөні? Кітап парақталады, дауысы шығады, ішіне сайттар енгізілген. Қазақ даласының данасы Әл-Фараби 870 жылы көрінбей тұр ғой, слайдыңыз. Слайдыңыз көрінбей тұр. Демонстрацияны басып едім ғой. Жоқ, басылмай тұр. Демонстрацияны қайта басыңыз шығады. Қайтадан ба? Басып қайтадан яғыңыз сол кезде шығады. Сіз кешіріңіздер, иә. Кешіріңіздер. Өнер білім алуға. Енді қосылды ма? Енді қосылды. Рахмет, кешіріңіздер. Оқас жоқ. Жақсы. Құрметті әріптестер, мен енді мектепте мұғалім болып жұмыс істеймін, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Қазіргі қашықтан оқыту кезінде енді мен бұл оқу құралын ойдан құрастырған жоқпын. Бұл жерде ресурс көздері көрсетілген, YouTube, Bloomland каналдарындағы жарияланған видео жинақтар. Бірақ қазіргі дистанциондық оқыту кезінде ауылдық жерлерде интернет ұстамайтын ауылдар бар. Соларға Әл-Фарабидің шығармаларын оқуда осы электронды оқу құралының көмегі көп болады ғой деп ойлаймын. Бұл электронды құралдың ерекшелігі неде? Ол дыбысталады, яғни интернеттің көмегінсіз жұмыс жасайды. Ішінде Әл-Фарабиға байланысты пікірлер бар. Одан бөлек тест жұмыстары, слайдтар, бұның барлығын жас ұстаздар және мектепте білім алатын оқушылар қолдануға болады деп ойлаймын. Және ұлттық кітапхананың кітаптары да енгізген, олар да интернеттің көмегінсіз жұмыс жасайды. Соны ұсынайын деп едім. Мысалы, дауысталады. Әбу Насыр Мұхаммед ибн Ұзлах ибн At-Türk'ü Appa
жанымда сама өмір қарағым. Шығыстың ғұлама ойшылы, қазақ даласынан шыққан Әбу Насыр Бұл жерде мен бастауыш сыныпта жұмыс жасаймын. Осы жерде 1-4 сыныпқа сабақ беремін қазақ тілінен. Ол орыс тілінің оқушылары. Оларға осы Әл-Фараби туралы бір ауыз өлең, немесе 2-3 минуттық видеоның өзі көп рөл атқарады деп ойлаймын. Шығыстың ғұлама ойшылы Әбу Насыр әл-Фараби 870 жыл. Бұның ішіне тест және тест жұмыстары да бар. Сонымен қатар балаларға арналған Алапан каналына Әл-Фараби деп жазылып тұр. видеолар кіргізілген. Атақты адам болғанда, Тілде алынған видеолар. оның құрметіне үлкен даңғылдың атын беріпті. Өзін өзі тану, әдебиеттік оқудан қолданылатын бейнелер де енгізілді. Бейнефильмдер. Әл-Фараби бір күні базарға барса, бір жас жігіт кісімен шеге суырып, әр түрлі өнер көрсетіп отыр екен. Оны көрушілер риза болып, Осы арман өлеңінің өзі балаларды тәрбиелеуге көп рөл атқарады деп ойлаймын. Бұны мен 1-ші сынып оқушыларым жаттағанда соңына қарай көрсете жатармын. Мектеп бағдарламасында оқытылатын қашықтасын туған жер, бауырым қанша сүйгенмен деген сияқты 2-3 өлеңі де енгізілді. Сонымен қатар оқушылар тест жұмыстарында орындай алады. Мынау электрон кітапханадан енгізілген кітаптар, олар да интернет көмегімен жұмыс жасайды. Тест жұмысы бар мына жерде. Оны да бала орындай алады. Дұрыс, бұрыс жауаптары шығып отырады. Яғни белгілейді, ары қарай ойлан, дұрыс деген сияқты. Бұл да оқушыларға тиімді ғой деп ойлаймын. Енді осы электронды мінекей ұлттық кітапханадан алынған кітаптар, авторлары тұр. Бұның барлығын принтерден шығарып алады және интернеттің көмегінсіз жұмыс жасайды. Енді мен сіздерге осы оқушыларымның, 1-ші сынып оқушыларының, қазір демонстрацияға қайтадан барсам деп едім. 1-ші сынып оқушыларының осы электронды құрал жаттау өлеңдерін. Мен оқушыларым 1-ші сыныптағы. Әл-Фараби даналардың данасы. Ол философ, математик, музыкант. Ол сөйлеген ғылымның көп саласы. Екінші ұстаз тарих берген бағасы. Әзіз ата Әл-Фараби аруақ. Бізге қылыс олығын Соңғылықта тұтқан башылардың, шақтарын әлемде атын шығардың. Көңілді тұтқан тұтқан кім? Сенің республикадың. Ешітпекен жоқында экранна. Көрініп тұр ма екен? Көрініп тұр. Біздің ұлық бабамыз Әбу Насыр әл-Фараби болатын. Сағылап жану үшін қаланда, үлкен бақыт табу үшін қаланда, үлкен болып қалу үшін қаланда, үлкен аман кие киген адамға. Ал Абу-Насыр кеңге жайды ол қанаттан, Абу-Насыр әрі ғылым, әрі ақын, Абу-Насыр біздің ұлы бабамыз. Әбу Насыр
Abjanu үшін ғаламда, үлкен бақыт табу үшін ғаламда, үлкен болып қалу үшін ғаламда, үлкен арман керек екен адамға. Ал Әбуше, кеңге жайды ол қанадын. Әбуіміз әрі ғалым, әрі ақын. Әбуіміз біздің ұлы бабамыз Әбу Насыр әл-Фараби болатын. Мәңгі лаулап жану үшін ғаламда, үлкен бақыт табу үшін ғаламда, үлкен болып қалу үшін ғаламда, үлкен арман керек екен адамға. Болды. Ал артистер осы енді электронды оқу құралым осы. Сұрақтарыңыз болса, конференцияның соңынан қойсаңыздар болады. Құрметті Айман Ізбасарқызы, сізге көп рахмет. Демонстрацияны бітіре саласыз ба? Қалай дейсіз? Демонстрация тоқтату деген. Рахмет. Видеолар көре алдыңыздар? Көп рахмет. Мектептің ұстазы ретінде біздің осы конференциямызға бөлісіп жатқан пікірлерімізге сән қостыңыз. Кеше ғана Евразия ұлттық университетінен Шығыстану факультетінің профессоры Самал Абайқызы осы мәселені қозғаған болатын. Жалпы Әл-Фарабидің сөздерін, Әл-Фарабиге қатысты әртүрлі еңбектерді, істерді қолданбалы салаға енгізу, халықтың ішіне тарату кеңінен, метро, автобус станцияларына сөздерін қою деген сияқты. Бұл да сіздің жасап жатқан еңбегіңіз кішкентай біздің бүлдіршіндерімізге Әл-Фарабиді танып өсуге, жаңағы өскелең ұрпақтың ғылым білімге, даналыққа құштар болып өсуіне үлкен үлесін қосады, соған бастамашы болады деген үміттеміз. Келесі сөз кезегін жаңа қосылмай қалған бір қонағымыз бар. У нас есть гость из Азербайджана. Керимов Аюп Севдимоğlu. Керимов Аюп Севдимоğlu, муаллим. Если вы здесь, мы готовы слушать вашу... Я здесь. Вы слышите меня? Да, hoş geldiniz. Hoş gördük hamını. Я приветствую всех из Баку, солнечный Азербайджан. Моя тема называется «Теория об идеальном государстве Абу Наср аль-Фараби». Великие мыслители Востока внесли большой вклад в дальнейшее развитие человечества, как с научной, так и философской точки зрения. Я хотел бы особо подчеркнуть следующие из этих великих личностей. Мухаммад аль-Харазми, Абу Рейхан Бируни, Абу аль-Ибн Сина, Абу аль-Хасан ибн Бахмаяр, Низами Ганджави, Мирза Улугбек и многие другие. С именем Харазми связано первое употребление понятия алгоритм и ноль в десятичном системе. Мирза Улугбек построил в Самарканде обсерваторию и создал там звездные таблицы, отличающиеся особой точностью. Труд Ибн Сина, известного как Авикина, канон врачебной науки, около 5 веков изучался студентами, медиками в самых известных европейских вузах. Среди этих мыслителей в развитии мировой философской мысли особое место занимает взгляды основоположника арабоязычного перипатетизма Абу Наср аль-Фараби, который считается основоположником и гуманистической традиции морально-нравственное воззрение Средневекового Востока, последователем и продолжителем идей величайшего древнегреческих мыслителей. Ученым,
еще при жизни заслужившим на Востоке почетное прозвище Муалим Сони, что означает второй учитель, который определил его место вслед за знаменитым Аристотелем. Многие исследователи научного наследия Аль-Фараби отмечают его огромную значимость для дальнейшего более эффективного приобщения к общечеловеческим, так и к традиционным восточным духовным ценностям. Фараби написал комментарии почти ко всем сочинениям Аристотеля по логике, по естественным трудам. Помимо этого, он написал комментарии к Алмагесту Птоломеи и к отдельным главам геометрии Эвклида, Порфирия. Учение Аль-Фараби о становлении нравственной, совершенной личности в добродетельном городе, о справедливости, равенстве, обществе, мире, счастье становится особенно актуальным в связи с процессом глобализации мира, строительства единого мирового сообщества. По Фараби совершенство человека, становление его добродетелей – это процесс, теряющий всю его жизнь и прекращающийся до смерти. Поэтому человек должен любить жизнь, так как она дает ему возможность творить добро и достичь счастья. Подчеркнем, что изложение Аль-Фараби, видение добродетельного города – это идеал. Следовательно, это понимание того, каким должно быть государство, чтобы его граждане были счастливы. А она процветала и благодействовала. Каким должно быть управление в нем, чтобы благо всех поддерживалось благом каждого. И каким должен быть правитель такого государства. Поэтому вопрос к мыслителю, имеющему изначальное желание увидеть конкретную структуру идеального устройства общества и конкретный механизм осуществления власти. Аналогичным тем, что писал, например, Платон в своем Критии. Но и текст Аль-Фараби отличается от текстов его предшественников Платона и Аристотеля, где они подробно излагали особенности государства, способ хозяйственный в нем, давали критику политических режимов и другие. Этого всего нет у второго учителя, поскольку для Аль-Фараби это вторичные признаки объединения индивидов в одном месте проживания. Для него добродетельный город – это город, способствующий обретению счастья. У нем нет тех подробных описаний, какие мы находим в государстве Платона, его политике, законов, а также в аристотелевской политике, равно как и Ибн Халдуна и других. Их нет, потому что идеал – это то, каким должно быть общество и человек в принципе. Предметом научного интереса Аль-Фараби правильного политического устройства общества было обусловлено исторической ситуацией и размышлениями над проблемами социального и политического устройства общества. Об этом свидетельствует приближенность Аль-Фараби ко двору Сейф аль-Даул хамданитского правителя. Кроме того, многочисленные дискуссии средневекового исламского Востока по проблемам имамата, формам правления и наследования власти, проблемам воздаяния и наказания, ответственность и свободу подтверждает не абстрактный, а жизненно важный характер обсуждаемых проблем. Когда мы говорим о современном звучении идеалов Аль-Фараби, то подчеркиваем в нем, что актуально для современного философского политического дискурса, а для него актуально обсуждение вопросов будущего государства, которое в настоящем рассматривается как сильное социальное государство, а в будущем как новая модель политической организации общества, как социогуманитарное государство. Его внутренняя интенция акцентирована в философии Аль-Фараби быть государством, которое строится на нравственной основе. Отличие добродетельного города от
невежественных заключается в том, что части города и разряды его частей объединены и связаны между собой любовью. Они сплачиваются и сохраняются справедливостью и вытекающим из него действием. Если с этой точки зрения проанализировать социально-политический идеал Аль-Фараби, то мы отметим, что в нем, в отличие от платоновского тоталитаризма, содержится попытка установления того баланса между личностью и обществом, который становится реальностью нашего дня. Свой проект добродетельного города Аль-Фараби строит, исходя из того, что достижение счастья человека может быть осуществлено лишь в обществе, основанном на взаимопомощи и солидарности, но не в изолированности от него человека. Достижение счастья осуществляется тогда, когда люди приходят к совместному, согласному проживанию, к которому приводят правильное воспитание, правильное управление и правильные взгляды. Главный же вопрос заключается в следующем. Как достигнуть такого состояния общества и его развития, которое бы позволяло говорить о достигнутой гармонии, интересов, потребностей и целей совместного объединения и проживания. Достичь нравственного общежития возможно в результате знания всеобщих принципов, на которых строится совместная жизнедеятельность людей, в результате знания того, что есть добро и зло, справедливость и ее отсутствие, нравственное поведение и нравственный поступок, и теперь другое. Поэтому изначальным для человека должно быть знание, дающее ему возможность поступать в соответствии с ним, и поэтому не совершать зло и несправедливость, ибо они происходят по невежеству людей. Аль-Фараби полагает, что человек в обществе поступает добродетельно в том случае, когда он знает, в чем заключается добро и что такое зло, что является причиной этого и другого. Поэтому он должен знать принципы, на которых строится взаимопонимание между людьми и способ их организации для совместного согласованного проживания. Тем самым он строит свою концепцию государственной жизни и управления в государстве на основе знания и культивирования идеологии просвещения, выводящей людей из состояния невежества. Знание причин, по которым строится добродетельное государство, исходное начало в понимании того, каким должно быть государство, обеспечивающее счастье своих граждан. Государство, утверждает мыслитель, изначально возникает в силе потребности человека выступить в общении с другими людьми, в процессе добывания необходимых средств к существованию и в дальнейшем обеспечении не только материальных условий существования, но и культурного и духовного развития. Он пишет, что каждый человек для достижения доступного ему совершенства нуждается в окружении других людей, нуждается в окружении других людей, в объединении с ними. Этому существу от природы свойственно искать прибежище и жить в окружении других представителей его вида. Поэтому он и образование государства как политической организации общества и выдающийся из всех других форм общения людей было продиктовано прежде всего фактором материального порядка, определяющему существование человеческого общества. Природа человека такова, полагает Аль-Фараби, что он не может жить изолированно от других людей. Он нуждается в них, так как в результате совместной жизнедеятельности люди добывают необходимые средства к существованию. Изложение в творениях не только Аль-Фараби, но и других деятелей прошлого, ценностная ориентация, нравственность и духовность в полной мере согласуются с требованием настоящего времени. Они служат ступени для углубления процессов самосовершенствования человека и расширения знаний о человеке. Величайшие заслуги мыслителей средневековой Востока состоят в том, что
они высказывали идеи об общечеловеческом, общественном и государственном развитии, основанном на идеях гуманизма, просвещения и взаимоуважения. Эти учения отличались высокой академической мобильностью и сыграли значительную роль в установлении наук в различных странах Востока, расширение взаимообмана между регионами и континентами и развитие мировой цивилизации в целом. Спасибо за внимание. Спасибо вам большое, Эйб Muallim. Çok sağ olun, teşekkürler. Teşekkürler. Я следующее слово хочу дать нашему гостю из Таджикистана, Худойдодзада Фаррух. Он хочет поделиться своими идеями, мыслями про нашей сегодняшней теме, про наши онлайн-конференции. Худойдодзада Фаррух, пожалуйста. Да, слышите меня? Да, вас хорошо слышно. И видно. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые участники онлайн-конференции. Меня зовут Худойдодзада Фаррух. Являюсь заведующим кафедры антологии и теории познания Таджикского национального университета. Я бы хотел сказать пару поздравительных слов. Вчера хотел выступить, но так как народу было много, пришлось подождать. Прежде всего, хочу поблагодарить организаторов данной онлайн-конференции за очень хорошую ее организацию. Мы с деканом философского факультета нашего университета, уважаемого Мухаммада Судановского, которые тоже участвовали здесь и вчера участвовали, так что Таджикистан с вами. Мы планировали приехать на эту конференцию, но, к сожалению, ситуация во всем мире известна. Но, тем не менее, благодаря высокую технологию мы можем участвовать в работе конференции. Рад был видеть здесь также и известных ученых из Узбекистана, профессора Шермухамбетова и профессора Тураева Бахтырманова, и много других известных ученых. И вчера и сегодня были озвучены очень интересные и выступления. Правда, сегодня большинство были на казахском языке, к сожалению, мы не понимаем казахского языка, но тем не менее были очень интересные выступления. У меня особое исследование относительно Аль-Фараби нет. Моя область исследования – это сравнительный анализ логических учений Аристотеля и Ибн Сины. Мы также отметили вклад Фараби в развитие науки и отметили, что Ибн Сина ознакомился с философскими произведениями Аристотеля благодаря комментариям Аль-Фараби и общественно-политические наследия Аль-Фараби в течение более 1000 лет и различных стран мира. О научном, философском и политическом творчестве Аль-Фараби существует огромная исследовательская литература. Нам известны исследования известных ученых Хайдулаева, Касимджанова, Бурбаева, Шейхмухамбетова, а также арабских исследователей Ибрахима Махфура и Аль-Махфура и другие. В Таджикистане тоже посвящено много исследований учениям Фараби. Из числа ученых, которые посвящали свои исследования, можно назвать академика Диношоева, профессора Сайфуллаева, Джунбоева и который назад защитил диссертацию, главу является переводом произведения Фараби с арабского на таджикский язык. Исходя из того, что философские учения Аль-Фараби являются объектом пристального внимания исследователей различных стран мира, я думаю, что он стоит тому, чтобы организовать такого уровня конференции, с чем вы успешно справились, и поздравляю вас за эту конференцию. Спасибо за внимание. Большое спасибо, профессор Фарух. Надеемся,
в дальнейшем будем вместе работать по тематике Аль-Фараби и так далее. Сіздерден пікір алмасу Абдырашид Бакирұлы ағамыз егер бағана жерге барлық ортақ чатқа пікірлерін жазған. Абдырашид Бакирұлы ағамыз егер қосылып пікір айтқысы келсе, қош келдіңіз, айтыңыз деп сөз бергіміз келіп тұр. Дауыс қосайын ба? Иә, естіліп тұр даусыңыз. Дауыс қосылды ма? Камераңызды қосыңыз, Абеке. Болды, жақсы. Қостым ғой. Дұрыс көрдім. Армысыздар, құрметті конференцияға қатысушы мырзалар мен ханымдар. Сіздерді мынау Әл-Фараби орталығы өткізіп отырған халықаралық үлкен маңызды конференцияның жұмысымен құттықтаймын. Осында мағыналы баяндама жасап, өзінің ой пікірлерін айтып отырған барша ғалымдарға, зиялыларға, парасатты ой иелеріне үлкен алғысымды білдіремін. Биыл Әл-Фарабидің 1150 жылдығы деп атап отырмыз. Біз Әл-Фарабидің сол алғашқы Алматыдағы өткен конференциясына қатысқан адамның бір едім. Ол кезде бірінші курста студент болсақ та, мінекей содан бері қарай өткен уақытта сол Әл-Фарабиға қатысты масштабты екінші конференцияға да қатысып отыру бақытына ие болып отырмын. Мен соған өте қуаныштымын. Алғашқы конференцияда мен Машановтың үлкен баяндамасын өз көзіммен көріп, өз қолыммен, құлағыммен тыңдаған едім. Сонда Машани ағамыз мынандай бір сөздер айтып еді. Сол кезде Әл-Фарабидің конференциясын қайда өткіземіз? Алматыда ма, жоқ Тәжікстанда ма, жоқ болмаса Өзбекстанда ма деген сөздер болып жатты. Соның алдында Ташкентте үлкен конференция болған. Сонда Машани ағамыз сол конференцияда мен осы біздің қазақ ұлт ретінде қалыптасқанымызда бергі заманда, өзбек халқының да ұлт ретінде қалыптасқаны бергі заманмен өлшенеді. Түбіміз бір түркі жұртпыз. Сондықтан да осы Фараби және басқа түркі әлемінен шыққан барлық ойшылдарды ортақ бабамыз деп санайық деген нақты ұсынысты сол конференцияда Машани ағамыз айтқан екен. Бірақ өздеріңіз білесіздер, КСРО-ның идеологиясы мен саясаты бөліп алда билей бер деген саясат ұстанғандықтан олар солардың көмегінің арқасында өзбек ағайындар осы ұсынысты толық түсініп қабылдай алмады. Содан кейін ғана ол Машани ағамыз келіп, Қонаевқа кіріп, қабылдауында болып, осының саяси астарын түсіндіргеннен кейін ғана Қонаев тарапынан үлкен пәрмен жасалынып, жақсы, мықты қазақ философ ғалымдарынан және басқа ғалымдардан Әл-Фарабиді зерттеудің жасақтау тобы жасақталады. Және де барлығы түсінеді, егер қандай бұл жерде республикалар арасындағы Әл-Фарабиді зерттеу арасындағы бәсекелестіктің жаңағы пайда болған. Сондықтан да бұл жерде Қазақстанның философ ғалымдары үлкен ерлік жасап, осы бәйгеде Әл-Фарабиді өзіне қарай тарту бәйгесінде, ғылыми бәйгеде деп қояйық, интеллектуалдық тұрғыдан өздерін көрсете білді. Сөйтіп, 1975 жылы ғана 5 жыл кешігіп барып, Мәскеу Әл-Фараби туралы Кеңес одағында өткізген осындай ауқымды конференция халықаралық Алматы қаласында өтсін деген пәрмен шығарады. Міне содан кейін барып Әл-Фарабидің
Біріншіден оның туған жері біздің территорияда, Фараб қаласында. Екіншіден оның шыққан тегі де түркілік. Сондықтан да сол негізде Фараби қазақ халқының ұлы ойшылы ретінде ресми түрде қабылданды. Әрине бұл ресми түрде қабылдану, яғни бұл Әл-Фарабиді біз тек қана жасанды түрде бір жақтан алып келдік деген сөз емес. Әл-Фараби біздің прото қазақтардың, прото түріктердің буынынан шыққан ұлы ойшыл. Бірақ соны ресми түрде заңдастыру осылай қиын жолмен жүзеге асқан болатын. Енді тәуелсіздік алдық. Тәуелсіздіктен кейін Әл-Фарабидің аты біздің қара Қазақстанның білім ордасының қара шаңырағы ұлттық университетке берілді. Бұл Әл-Фарабидің халықаралық беделін Қазақстанмен байланыстыра қарауға өте үлкен серпінді қадам болып шықты. Яғни біз енді Әл-Фарабиді жекелеген ғылыми топтардың көмегінің арқасында емес, үлкен бір ғылыми ордаға сүйене отырып, ғылыми негізде осындай зерттеуге бізге жол ашылды. Оны мінекей Жақыпбек Алтайұлы отыр, көріп отырмын, ұзақ жылдар басқарды. Мінекей содан бері қарай Әл-Фараби туралы қаншама нәтижелі жұмыстар атқарылды. Енді Әл-Фарабидің мен соңғы айтарым бұл жерде, біз Әл-Фарабиді зерттеген кезде оны екі бағытта қарастыруымыз керек. Біріншіден, оны антикалық мәдениетпен және ежелгі грек классикалық философиясымен байланыстыра қарастырамыз ба? Бастапқы рөлінде, болмаса оны халифатта орын алған мұсылман ренессансымен, яғни араб тілді философиямен тығыз байланыстыра қарастырамыз ба дейді. Әл-Фарабидің философиялық тілі әрине араб тілі, оған күмән жоқ. Ұстанған діні, ол ислам діні, оған күмән жоқ. Өйткені халифаттың өрлеу кезеңіндегі ол мемлекетті халифаттың ресми идеологиясының өзі ислам діні. Яғни ол жерде кез келген ғылымның дамуы сол ислам дінің, ислам идеологиясының төңірегінде жүретіні ол заңды нәрсе. Бірақ Әл-Фарабиді әлем тек қана осы бағытта танымайды. Бұл бағытта тану ислам әлеміне ғана тән нәрсе. Ал әлемдік деңгейдегі Әл-Фарабидің бейнесі ол басқаша. Ол антикалық мәдениетпен және ежелгі грек классикалық философиясымен түйінделеді. Ол Сократ, Платон, Аристотель, Фараби тізбегінің ең соңғы буыны Әл-Фараби. Былай алып қарасаңыздар. Осы классикалық философия дегеніміздің өзіне ол бүкіл дүниені тұтас қарау. Яғни дүниеге тұтас көзқарастың формасы, оны сондықтан классикалық деп атайды. Яғни сол классиканы түйіндеуші, яғни дүниенің тұтастығын бейнелеуші, себебі ол музыкамен де, математикамен, тағы басқа ғылымдармен айналысқан сол дүниенің тұтастығын бейнелеуші. Осы Әл-Фарабимен келіп түйінделеді. Ал егер біз оны ислам философиясының шеңберінде қалдырып қоятын болсақ, онда Әл-Фарабидің бүтін болмысы, тұтас ғылыми болмысы қалыптаспайды. Онда қалыптастыруға болмайды. Сондықтан да біздің Қазақстанда осы тәуелсіздікке дейін Қасымжановтың зерттеу жолы бар. Осы Әл-Фарабидің ғылыми тұлғасын, тұтас болмысын қарастыру. Соның ішінде діни идеологиясын, діни көзқарастарды соның ішіне кіріп кетеді. Жолы бар еді. Ал енді тәуелсіздіктен кейін дағдарысқа байланысты бұл дамытып жалғастыруды сәл-сәл содан жоғалтып алдық. Соны қарқынды төмендетіп алдық. Міне биыл осы іргетасты қайтадан қалау мүмкіншілігі пайда болып отыр. Сондықтан да енді Әл-Фарабиді зерттеу кезде бір методологиялық оның тәсілін, және ол тәсілі методологиялық зерттеу жолы қазіргі Қазақстанның даму бағыттарымен жолымен үндес болу керек. Біз қаласақ та, қаламасақ та Әл-Фарабиді әлем таниды. Ал біз қазақтар Әл-Фарабиді әлем сияқты білеміз бе? Біз жоқ, білмейміз. Сондықтан да бірінші кезекте біз ішкі сұранысты, яғни өзіміздің халқымызды Әл-Фарабимен таныстыруымыз керек. Әл-Фарабимен бірге халықтың интеллектуалдық деңгейін
біз арттыруға ұмтылуымыз керек. Ал енді Абайға келетін болсақ, Абайдың интеллектуалдық деңгейін біз әлемдік интеллектуалдық деңгеймен қабыстыра ұштастыруымыз керек. Абайды әлемге қарай апарсақ, әлемнен біз Әл-Фарабиді өзімізге қарай әкелуіміз керек. Міне қарап отырсаңыздар, осы екі интеллектуалдық тұлғаның жылы биыл қатар келіпті. Бұл кездейсоқ нәрсе емес. Сондықтан да осыны біз осы екі интеллектуалдық ауыр жүкті қабатымен алып жүруге қазіргі біздің халықтың, қазіргі біздің интеллектуалдық деңгейі қаншалықты дайын деген сұраққа тағы келіп тірелеміз. Біз мәдени, ғылыми тұрғыдан осы үлкен интеллектуалдық жұмыстарды атқарып шығуға дайынбыз ба деген сұрақты өзімізге қоюымыз керек, және де оған шыншылдықпен жауап беруіміз керек. Көп рахмет. Ар жағындағы қорытындыны өздеріңіз шығарып аласыздар. Көп рахмет Абдрашид Бакирұлы ағайымыз. Философия кафедрасындағы аға оқытушы, кандидат Абдрашид Бакирұлы ағамыз өзінің пікірімен бөлісті. Көптен көп рахмет. Сіздерге де рахмет тыңдағандарыңызға. Құрметті қатысушылар, осымен біздің баяндамашылардың барлығы өзінің баяндамасын тәмамдап бітірді. Тағы да 20 минуттан кейін Алматы сағаты бойынша сағат 15:00-де 3-ші секция басталады. Сол уақытқа дейін тағы да айтылмай қалған пікірлер бар. Қысқаша тілектер кісілер болса. 3-те болады ма енді екінші секция? Үшінші секция сағат 3-те болады. Бірінші лекция өтіп кетті ме? Біріншісі сағат 11 мен 1 аралығында өтті. Жарайды, Құда қаласа оғанда қатысармыз. Бүгін өте, мен енді не пожелание дейді ғой. Бұл енді өте бүгін бабамыздың Әл-Фарабиде осы ғылыми зерттеу орталығының ұйымдастыруымен ұйымдастырушы ұжымға мыңда бір алғыс сіздерге. Әл-Фараби ғылыми зерттеу орталығында, мен өзім бұл ғылыми зерттеу орталығында ең бірінші істегендердің бірі менмін. Ағым Қайруш Қасымжановпен бірге 94-ші жылы бітіріп, 95-94-ші жылдардан мен бастап осы жерде жұмыс істедім Әл-Фарабиде. Мені қандай дәрежеге көтерілді Әл-Фараби ғылыми зерттеу орталығы мені. Сіздерге мыңда бір рахмет. Осындай деңгейде болатынды Ағым Қайруш Қасымжанов өзі армандаған еді. Осындай ғылыми зерттеу Орта Азияда, Қазақстан бойынша осындай бір орталық ашсақ, осындай орталық ашқаннан кейін бұны ғылыми зерттеу орталыққа айландырсақ деп өзі айтып жүретін еді. Міне осындай деңгейге міне өзі көрмесе де, міне өзіміз біз шәкірттеріміз, мен айтушы еді, Пірімбек сен менің 70-ші аспирантымсың деп. Міне сондықтан міне 70-ші аспиранты бола тұра, міне осы ағамыздың көрмегенін біз көріп отырмыз. Сондай дәрежеге жеткен армандаған мына ғылыми зерттеу орталығы Әл-Фарабидің әрдайым жоғарыдан көріне берсін, халықаралық дәрежеге көтеріле берсін, халықаралық дәрежеге жеттіңіздер. Бұдан да ары қарай істеріңізге шабыт тілеймін. Орталыққа осындай халықаралық деңгейдегі Әл-Фараби бабамыздың мұраларын ұлықтауға қосып жатқан мына үлкен істеріңізге мың алғыс. Ол оның несі әрдайым қолдап жүреді. Біз енді бұны Әл-Фараби ізімен деген мына пандемияға байланысты мына үлкен насихаттау жұмыстары жүргелі отыр еді. Мына өзінің туған жерінен бастап Сирияға дейін міне өздеріңіз білесіздер, тоқтап қалды. Бірақ бұл жұмыс әлі тоқтап, олай ғылыми тұрғыдан тоқтап қалды деп еш уақытта айта алмаймыз. Ғылыми тұрғыда міне онлайн конференциялар арқылы әлемге танылып жатыр. Бұл нұр үстіне нұр дер едім. Мына істеріңізге әрдайым шабыт, осындай халықаралық дәрежедегі ғылыми конференцияларды бабамыздың мұраларын насихаттауға ат салысып жатқандарыңызға үлкен рахмет. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Көп рахмет, айтқаныңыз келсін, Бек Сүлейменов ағай. Уважаемые участники онлайн-конференции, участники второй секции, в этом наша вторая секция завершается. Через пару минут, буквально через 17 минут, в 15:00 по алматинскому времени, наша конференция будет продолжаться с третьей секцией. Ждем всех на третьей секции. Это касается по вопросам
переводические переводы из арабского на казахский язык или другие языки. Если у вас какие-то приложения, есть слово, можем дать. Еще у нас есть пару минут. Если позволите. Да. Будьте добры, подведение итогов конференции будет в 5 часов вечера? Все-таки остается неизменным? Да, после завершения 3-й секции. Я почему говорю, у меня экспертное совещание в час с Болгарской исламской академией, и поэтому хотелось бы все-таки это увидеть. Значит, как только завершится 3-я сессия, пройдет какое-то время и будет подведение итогов, да? Да, точно. Благодарю вас. Мен де өзімнің бір ойымды қоссам деп едім. Менің есімім Рауан, Нұр-Сұлтан қаласынан, Еуразия ұлттық университетінен боламын. Енді шынымен де бүгін керемет, тамаша бір конференция болып жатыр. Бұны ұйымдастырған Фараби орталығына, сондағы ұстаздарға, бәріңізге көп мың алғысымызды айтамыз. Енді менің айтайын дегенім, шынымен де осы Әл-Фарабиді қоғамға, елімізге алуға көп еңбек сіңірген Әл-Машани атамызға үлкен бір құрмет көрсетіп, сол кісінің үлкен бір еңбегін бағалап, бір сыйлық па, сондай бір бекітіп, студенттер арасында соны насихаттаған дұрыс деп өзім ойлаймын. Аған ағамыз бар деген секілді. Соларға солардың атындағы үлкен бір сыйлықтар ма, сондай бір олимпиада ма, соны жатырса деп ойлаймын негізінде. Екіншіде менің тағы бір өзім ойым, енді негізінен шынымен Әл-Фараби бағамыз осындай өзіміздің қазақ жерінен туып, тек қана анау Шам, Дамаск емес, менің ойымша мынау Мысыр еліне де барған деген ой келеді негізі шынымен де. Бұл жөнінде ойлану керек негізінен. Өйткені сол уақыттарда Мысыр елінде үлкен бір ғылымның, математиканың, геометрия саласының мықты дамығандығы Әл-Фарабиге қатты әсер еткен секілді. Осы жағын үлкен бір экскурсия баратын, ізімен баратын, сапар кезінде осы саласын, осы сұрақты, осы мәселені ескерсе деген өзім ойым бар. Рахмет. Одан кейін үшінші мәселе, шынымен де Пірімбек мырза өте жақсы айтты. Негізгі ойларын қазіргі заманмен байланыстырып, соларды еркін өзіміздің студенттерге, оқушыларға жетуіне, ойына сіңіруіне, соларды үндестіріп, сабақтастырса дұрыс деп өзім ойлаймын. Өйткені шынымен қазіргі кезде көп, қазір әлеуметтік желі, ютубте отырғаннан кейін елдің көбісі көп кітап оқи бермейді. Жаңағыдай бір жылдың ете келген әншілерге көп қараймыз ғой. Сондықтан мультфильм секілді жеңіл ретінде осындай бір форматтағы, сондай жеткізу форматтарын енгізсе дұрыс деп өзім ойлаймын. Өйткені Әл-Фарабидің ізгі қала дегені шынымен қазіргі кезде Әл-Фараби атындағы университеттің ректоры үлкен бір идеялар ұсынып жатыр. Мысалы, ізгі қала деп жатырмыз, смарт қала деп жатырмыз. Солардың барлығын арасында Әл-Фарабидің ойларын, ізгілік туралы, бақыт туралы құндылықтарын қосып берсе, өте дәмді болады деп өзім ойлаймын. Бүгінгі 2-ші секция өте жақсы болды. Өте қуаныштымын осындай көріп, тыңдап отырғаныма. Баршаңызға рахмет. Жақсы. Рахмет, Рауан мырза. Сізге айтқаныңызға қоса кететін бір жайт, жаңағы Әл-Фарабидің саяхат еткен барған жерлерінің қатарында осы Фараби зерттеушілер тарапынан Мысыр айтылады, Мысырға барыңыз деген нелер бар, мәселелер бар. Тіпті кейбір түрік ғалымдары мынаны айтып жүр, қазіргі Түркияның территориясында орналасқан Харан деген жер бар. Кезінде үлкен мәдениет орталық ошақтарының бірі болған, сол Харанға да барған деген деректер бар екен. Бұл болашақта әлде дәлелдермен, дәйектермен айқындалып жатады деген ойдамыз.
Көп рахмет. Басқа пікір білдірем деуші қонақтарымыз бар болса, үшінші секция жалғасқанға дейін сөз сіздерде. Кофе брейк жоқ па бізде? Ау. Кофе брейк деп қойсаңызшы, бір 80 Кофе брейк. Кофе брейктеріңіз бар. Әркім өзінің үйіндегі кофе брейгін жалғастырып алсын. Самет, техникалық тұрғыдан енді не істеуіміз керек? Жақсы, рахмет. Әрбір осы конференция қатысушыларға алғысымызды білдіреміз. Келесі үшінші секцияда сіздерді күтеміз. Бұны біз осы секцияны жабамыз ба, жоқ жалғаса бере ме? Бұны жабу керек. Жауып, алғысыздар. Жауып қайтадан кіреміз. Иә. Жақсы. Уважаемые участники, эта секция сейчас будет закрываться. Через 10 минут третья секция будет продолжаться. Поэтому просим вас войти снова с тем идентификационным номером. Спасибо. Thank you for every participant of this conference. I will wait for you after 10 minutes. Thank you.